Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Маған қолдау көрсетіп, лайк басып, подписация бөліміне өтіп қойыңыздар. Бүгін жоғарыда көрсетіліп тұрған кітаптың 10-шы бетіне келіп жеттік. Бүгінгі сабақ reading бөліміне арналады, people's possessions. Бүгінгі сабақта біз текстпен жұмыс жасауды үйренеміз. Оның ішінде study strategy сканинг бойынша жұмыс жасаймыз. Сканинг жасалған кезде бүкіл текстті оқымай, тек кіл сөздерді пайдалану арқылы тез-тез жауабын табуды үйренеміз. Сонымен кеттік. Храпачак's possessions are bowl, sandals, and umbrella. Laura's possessions are library card and a tie. Бұның жауабын тез табудың жолы кітапта көрсетілген суреттерге бақылау жасау арқылы және жаңа сөздердің аудармасын білу арқылы іске асады. Exercise 2, екінші жаттығу. Тексті толық оқымай-ақ, тек кіл сөздерді оқу арқылы, соны түсіну арқылы текстің мәтіннің мағынасын ашып үйрену. Сонымен кеттік. Number 1, identify the keywords in the question. Сұрақ беру арқылы кіл сөздерді табу. Read the text quickly. Тексті тез оқу керек. Number 3, read the part of the text again and check. Exercise 3, үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда дұрыс-бұрыс екенін табамыз. Number 1, Thai monks wear orange t-shirts. Стратегия. Сөйлемнің дұрыс не бұрыс екенін анықтау үшін текстің ішінен осы сөйлемді табыңыз. Number 2, monks don't talk to their families on mobile phones. Кіл сөз mobile phones and families. Текстқа қарап отырсақ, family photos деп тұр. Себебі отбасымен олар тек фотосын ғана көреді, ал телефонмен сөйлеспейді деген. Number 3, people give money to their monks. Кіл сөз give money. Money сөзін табайық текстін. People give us food дейді. False екенін көрсетіп тұр. Number 4, all the students at Laura's school wear a tie. Кіл сөз бұл жерде tie және school. Сонымен my school tie and my purse дейді. I don't go out without. Дұрыс. Number 5, Laura doesn't go into her classes without a library card. Бұл жерде кіл сөз library card. My library card and my electronic ID card in my purse дейді. Бұл сөйлемнен false екенін табамыз. Number 6, Laura used an ID card instead of money. Бұл жерде ID card және money кіл сөз болып тұр. We used the ID card when we arrived at school деген сөйлем бар. Яғни сөйлемнің дұрыс екенін табамыз. Exercise 4, төртінші жаттығу. Complete the sentence with the word in the text in blue. Көкпен берілген сөздер, бұл жаңа сөздер. Supposed to wear. Олады. Орысша полагать. Number 2, it's against the rules to have jewelry. Against the rules. Қайшы. Тәртіпке қайшы. Number 3, we are allowed to have some family photos. Рұқсат етілген. Number 4, we aren't allowed to use. Рұқсат етілмейді. Exercise 5, бесінші жаттығу. But you ask and answer the questions. Бұл жерде сұрақ берілген, сол сұраққа тиісті жауабын беру керек. Number 1, are you allowed to take mobile phones to school? No, I'm not. It's prohibited. Are you allowed to wear jewelry at school? Yes, I am, but only when it's simple. Number 3, what are you supposed to do when you arrive every morning? I'm supposed to get ready for school. Number 4, what is against the rules at your school? It's against the rules to have a mobile phone, wear shorts, and don't wear a uniform. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.